Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айдананың күйеуі Ерлан 3 күнге сапарға кеткен. Үй іші тым-тыныш. Ас үйдегі сағаттан тықылғаны естіледі. Кешкі 8 шамасында есік қоңырауы соғылды. Есікті ашса, Ерланның ең жақын досы Нұрсұлтан. Өтіп бара жатыр едім. Ерлан үйде жоқ екен білем. Бірақ бір құжат қалдырып кетуің керек еді, деді ол сабырлы дауыспен. Айдана сәл кідірді. Бірақ бұл адам олардың үйіне жат емес. Талай рет дастарханда бірге отырған. Кіріңіз, деді қысқа ғана. Ас үйде шай қойылды. Әңгіме әуелде қарапайым басталды. Жұмыс, қала жаңалықтары, Ерланның іссапары. Бірақ бір сәтте Айдана Нұрсұлтанның әдеттегідей емес екенін байқады. Ол тым мұқият қарап отыр. Әдеттегідей әзіл айтып, дауыстап күлмейді. Көзқарасы ұзақ. Сен шаршаған сияқтысың, деді ол кенет. Жоқ, бәрі жақсы, деп жауап берді Айдана. Бірақ даусы сенімсіз шықты. Үнсіздік орнады. Ерлан сен соңғы кезде жиі жалғыз қалдырады ғой, деді Нұрсұлтан жай ғана. Бұл сөз жүрекке тиді. Айдана бірден қорғанысқа көшті. Жұмысы солай. Біз бәрін түсінеміз. Бақыттысың ба? Деп сұрады ол тікелей. Айдана тосылып қалды. Бұл сұрақты соңғы рет өзіне қашан қойғанын есіне түсіре алмады. Үй, бала, жұмыс, бәрі бар. Бірақ жылулық, еркелету, соңғы рет қашан сезінді? Неге олай сұрайсың? Деді ол қабағын түйіп. Нұрсұлтан орнынан тұрды. Ас үйдің жарығы жұмсақ сары реңк беріп тұр. Себебі сен бұрынғыдай күліп жүрмейсің. Айдана жүрегінің жиілеп соққанын сезді. Бұл жай ғана қамқорлық па? Әлде одан да қауіпті нәрсе ме? Ол ыдыс жуу үшін бұрылды. Артынан аяқ дыбысы естілді. Нұрсұлтан тым жақын келді. Арасында бір ғана тыныс қашықтығы. Айдана, сен бұдан да артыққа лайықсың, деді ол баяу. Осы сәтте Айдана оның даусындағы жылылықты ғана емес, жасырын батылдықты сезді. Бұрын болмаған батылдық. Телефон шыр етті. Ерлан. Айдана селгетіп бір қадам шегінді. Я, тыңдап тұрмын, деді даусын қалпына келтіруге тырысып. Нұрсұлтан есікке қарай жүрді. Құжатты үстелге қалдырдым. Ерланға айтасың, деді де сыртқа шықты. Есік жабылған соң Айдана терең дем алды. Бірақ жүрегі тынышталар емес. Ол бүгін бір шекараның қозғалғанын анық сезді. Ештеңе болған жоқ, бірақ бәрі өзгеріп кеткендей. Телефондағы Ерлан әдеттегідей жұмысы жайлы айтып жатыр. Ал Айдана оның сөздерін тыңдап отырса да, ойы басқа жерде. Сол кештен бастап ол бір нәрседен қорқа бастады. Нұрсұлтаннан емес, өзінен. Келесі күн әдеттегідей басталды. Айдана өзін сабырға шақырды. Кешегі жай ғана әңгіме, артық ойлама, деп ішінен қайталады. Түске таман телефонына хабарлама келді. Нұрсұлтан. Кешегі сөздерім үшін ренжіме, бірақ шын айттым. Айдана экранға ұзақ қарады. Жауап жазбауға тырысты. Бірақ саусақтары өзі тере бастады. Қандай сөздер? Жауап бірден келді. Сен бақытты көрінбейсің. Жүрегі тағы да қысылды. Бұл тақырып кеше жабылған сияқты еді, бірақ жабылмаған екен. Ол жауап бермеді. Телефонды үстелге қойды, бірақ ойы тынышталмады. Ерланмен соңғы айлардағы арақатынасы расымен суып кеткенін мойындағысы келмейтін. Іссапар, шаршау, үнсіздік, бәрі жиналып қалған. Кешке тағы хабарлама келді. Сөйлесек бола ма? Тек сөйлесу. Айдана бір сағат ойланып отырды. Ақыры, қысқа ғана. Нұрсұлтан қала ортасындағы шағын кофехана ұсынды. Адам көп, ашық жер. Айдана өзін қауіпсіз сезінгісі келді. Кездескенде ол тым сабырлы еді. Кеше үйдегі батылдық жоқ. Бірақ көзқарасы сол күйі. Мен саған қысым жасағым келмейді, деді ол бірден. Онда не үшін? Деді Айдана тік қарап. Өйткені сен үнсіз қиналып жүрсің. Ерлан сені тыңдамайды. Бұл сөздер ауыр тиді. Сен біздің арамызға араласпа, деді Айдана суық үнмен. Нұрсұлтан басын изеді. Мен араласқым келмейді, бірақ шындықты көріп отырмын. Үнсіздік. Қасықтың шынға тиген дыбысы ғана. Сен оны сүйесің бе? Деп сұрады ол. Айдана жауап бере алмады. Сүймейді деп айта алмайды. Бірақ бұрынғыдай ма? Білмейді. Мен сенің орнында болсам, деп бастады Нұрсұлтан. Сен менің орнымда емессің, деп сөзін бөліп тастады Айдана. Ол орнынан тұрды. Бұл әңгімені тоқтатайық.
Қайталап кездеспейміз. Нұрсұлтан оған ұзақ қарады. Жақсы. Бірақ бір күні өзім жазасын. Айдана сыртқа шыққанда ауа салқын еді. Бірақ ішіндегі толқу одан да суық. Үйге келген соң Ерланмен телефон арқылы сөйлесті. Әдеттегідей қысқа. Бәрі жақсы ма? Деді күйеу. Айдана бір сәт үнсіз қалды. Иә, бәрі жақсы. Телефонды қойған соң көзіне жас келді. Неге жақсы деп айтты? Неге шындықты айтпады? Түн ортасында тағы хабарлама түсті. Мен күтпеймін, бірақ сен өзіңнен қашып жүрсің. Айдана бұл жолы жауап жазбады, бірақ ұйықтай алмады. Өйткені бір нәрсе анық еді. Бұл жай ғана кездейсоқ әңгіме емес. Бұл бастамасы ғана. Ерлан сапардан ертерек оралатынын айтты. Бұл жаңалық Айдананы қуантудың орнына белгісіз бір қобалжу тудырды. Өзіне өзі ашуланды. Неге қорқамын? Ештеңе болған жоқ қой. Кешкісін Ерлан үйге кіргенде бәрі бұрынғыдай көрінді. Ол шаршаған, салқын, қысқа сөйлейді. Сөмкесін тастап, бірден душқа кіріп кетті. Айдана ас үйде дастархан жайып жүріп, оның бөтенсіп кеткенін анық сезді. Тамақ үстінде үнсіздік басым болды. Жұмысың қалай? Деді Айдана әңгіме бастау үшін. Әдеттегідей, деді Ерлан қысқа. Біраздан соң ол телефонына үңіліп отырып, кенет тоқтап қалды. Нұрсұлтан саған келді ме? Деді бейжай сұрағандай. Айдананың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Иә, құжат қалдырды. Кешеде сөйлескенсіңдер ме? Даусы салқын, бірақ көзқарасы тік. Кофеде кездестік. Сенің жұмысың туралы айтты, деді Айдана, барынша тыныш жауап беруге тырысып. Ерлан қасықты үстелге қойды. Қызық, ол маған сен туралы ештеңе айтпады. Бұл сөйлемде жасырын мағына бар еді. Не айтқың келіп тұр? Деді Айдана. Айдана, мен соқыр емеспін. Соңғы кезде сен өзгеше жүрсің. Осы сөзден кейін жиналып тұрған бәрі жарылды. Мен өзгеше емес, сен жоқсың үнемі. Үйге қонақ сияқты келесің, деді Айдана дауысын көтеріп. Мен жұмыс істеп жүрмін, осы үй үшін. Үй үшін ғана ма? Ал мен ше? Үнсіздік. Ауыр, қысым жасаған үнсіздік. Ерлан алғаш рет ашулы көзқараспен қарады. Сен не айтқың келіп тұр? Бірдеңе бар ма? Бұл сұрақ тура тиді. Айдана демін ішіне тартты. Бір сәтке бәрін айтып салғысы келді. Кешегі кездесулерді, хабарламаларды, бірақ тоқтады. Жоқ, тек шаршадым, деді жай ғана. Ерлан орнынан тұрып кетті. Онда демал. Түнде олар бір төсекте жатты. Бірақ араларында бұрын соңды болмаған қашықтық бар еді. Айдана көзін жұмды. Телефоны жастығының астында. Үндемей тұр. Бірақ өзі оны ұстап алғысы келіп жатты. Нұрсұлтан жазды ма екен деп. Сол сәтте Ерланның даусы қараңғыда естілді. Айдана, сен мені әлі де жақсы көресің бе? Бұл сұрақ бәрінен ауыр болды. Айдана жауап беруге 1 минуттай уақыт алды. Иә, деді. Бірақ даусы анық шықпады. Ал дәл сол түні, таңға жуық, оның телефоны тағы да жанып сөнді. Сен бүгін жыладың ба? Деп жазыпты Нұрсұлтан. Айдана экранға қарап отырып, бір шындықты түсінді. Енді бұл жай ғана әңгіме емес. Бұл отбасын бұзатын деңгейге жеткен шиеленіс. Таң тыныш басталғанмен, үй ішіндегі ауа ауыр еді. Ерлан әдеттегіден ерте тұрып, үнсіз киінді. Айдана ас үйде тұрса да, екеуі бөтен адамдардай сезілді. Кешегі сөздеріңді ұмыта сал, деді Ерлан есеп алдында. Ұмыта салатын нәрсе ме еді? Деп жауап берді Айдана. Ерлан ештеме демеді. Есікті тарс жапты. Айдана сол сәтте өз ішінде бір бос кеңістік қалған сезді. Ашулану ма, өкпе ме? Өзі де түсінбеді. Телефонын алды. Түнгі хабарлама әлі тұр. Сен бүгін жыладың ба? Ол ұзақ қарап отырды. Ақыры қысқа ғана жауап жазды. Бұл сенің шаруаң емес. Бірақ бірнеше секундтан кейін тағы бір хабарлама келді. Егер шаруаң болмаса, неге жауап беріп отырсың? Айдана тістеніп қалды. Өшіру керек еді. Бәрін тоқтату керек еді. Бірақ дәл сол сәтте ол өзін біреудің тыңдап тұрғанын, байқағанын, түсінгенін сезді. Түске қарай Нұрсұлтан қоңырау шалды. Кездесейік, деді ол қысқа. Жоқ, бұл дұрыс емес. Дұрыс емес екенін білемін, бірақ сен кеше бақытты емес екеніңді мойындадың. Мен ештеңе мойындаған жоқпын. Көздерін бәрін айтып тұрды. Айдана ашуланды. Сен өзіңді кім деп ойлайсың? Психолог па? Менің отбасым бар. Сол отбасы сені жалғыз қалдырып отыр. Бұл сөз тағы да ауыр тиді. Ол қоңырауды қойды, бірақ жүрегі тынышталмады. Кешке қарай тағы бір күтпеген жағдай болды.
Ерлан жұмыстан ерте келді. Үнсіз, бірақ көзқарасы өзгеше. Айдана ас үйде телефон ұстап тұрған. Дәл сол сәтте экранға жаңа хабарлама шықты. Мен сені ойлап жүрмін. Ерлан оны байқап қалды. Кім? Деді ол жай ғана. Айдана бір сәтке абдырап қалды. Жұмыстан. Ерлан жақындады. Көрсетші. Бұл жерде бәрі шешілуі мүмкін еді. Айдана телефонды бермей, экранды өшіріп қойды. Сен маған сенбейсің бе? Деді қорғанысқа көшіп. Сен өзің маған сенуге себеп беріп отырсың ба? Деді Ерлан. Ауа қоюланып кетті. Бір қадам ғана, және шындық ашылады. Бірақ Айдана сол қадамды жасамады. Шаршадың, деді ол жай ғана. Ерлан үнсіз бұрылып кетті. Бірақ оның көзіндегі күдік енді анық еді. Түнде Айдана жалғыз ас үйде отырды. Телефон қолында. Нұрсұлтан тағы жазды. Бәрі қиындап бара жатыр ма? Айдана алғаш рет шын жауап жазды. Иә. Жауап бірден келді. Мен саған көмектесе аламын. Осы сөзден кейін Айдана бір нәрсені түсінді. Ол енді тек эмоциямен ойнап жүрген жоқ. Ол шын мәнде қауіпті шекарадан өтіп бара жатыр. Ал ең үлкен қателік, ол оны тоқтатқысы келмей барады. Келесі күн ерекше тыныш басталды. Тым тыныш. Ерлан әдеттегідей емес. Артық сөз жоқ, артық сұрақ жоқ. Тек бақылау. Айдана оның көзқарасын сезді. Бұл ашық айқай емес. Бұл іште жиналып жатқан күдік. Түске қарай Айдана дүкенге шығамын деп үйден кетті. Телефоны сөмкесінде. Бірақ бір нәрсені ұмытты. Планшетін. Ол ас үй үстелінде қалды. Ерлан бастапқыда тиіспеді. Бірақ экран жанып қалды. Хабарлама. Экран толық ашылмаса да бір жол анық көрінді. Кеше сен телефонды неге бермедің? Астында Нұрсұлтанның аты. Ерланның қолы қатып қалды. Ол планшетті толық ашты. Хабарламалар ұзын емес, бірақ жеткілікті. Сен бақытты емессің. Мен сені ойлап жүрдім. Бәрі қиындап бара жатыр ма? Иә. Соңғы жауап Айданадан. Ерланның көзі қарауытып кетті. Бұл жерде ашық опасыздық сөздері жоқ. Бірақ эмоция бар, жасырын сыр бар. Ең қауіптісі құпия бар. Ол планшетті орнына қойды. Бірақ енді бәрі анық. Айдана үйге қайтқанда Ерлан қонақ бөлмеде отыр еді. Үй ішіндегі ауа салқын. Дүкенде көп жүрдің, деді ол жай ғана. Иә, кезек болды. Үнсіздік. Нұрсұлтан сені ойлап жүр екен, деді Ерлан тік қарап. Айдананың қолындағы пакет жерге түсіп кетті. Не? Деді ол даусы дірілдеп. Планшетті ұмытып кетіпсің. Бұл сәтте өтірік айту мүмкін емес еді. Ерлан, ол жай ғана. Жай ғана не? Деді ол даусын көтермей. Сол сабырлы үн бәрінен қауіпті еді. Сен менімен емес, онымен бөлісіп жүрсің. Сенің қиындап бара жатыр дегенің не? Айдана алғаш рет шын қысым сезінді. Бұрышқа тірелгендей. Мен өзімді жалғыз сезіндім, деді ол ақыры. Бұл сөз отқа май құйғандай болды. Ал мен ше, мен не үшін жүрмін? Деді Ерлан дауысын көтеріп. Мен сені алдаған жоқпын, деді Айдана айқайлап. Бірақ сен мені сыртқа итеріп жатырсың. Үй ішінде дауыс жаңғырып тұрды. Бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай болды. Ерлан терең дем алды. Маған бір ғана шындық керек. Араларында бірдеңе болды ма? Бұл сұрақ шешуші. Айдана көзін тайдырды. Жоқ. Таза физикалық шындық солай еді, бірақ эмоционалдық шекара әлде қашан бұзылған. Ерлан ұзақ қарады. Егер бірдеңе болса, мен кешірмеймін, деді жай ғана. Сол түні олар әр бөлмеде жатты. Айдана қараңғыда телефонға қарады. Онда тағы хабарлама тұр. Ол білді ме? Айдана ұзақ ойланып, бір ғана сөз жазды. Иә. Жауап бірден келді. Онда енді бәрі өзгереді. Айдана жүрегінің шым еткенін сезді. Иә, енді бәрі өзгерді. Иә. Айдана сол бір сөзді жібергеннен кейін бәрі шапшаң өзгерді. Нұрсұлтан бұл жолы ұзақ күттірмеді. Ол саған қысым жасап жатыр ма? Сақ бол. Мен сөйлесейін бе онымен? Айдана бірден жазды. Жоқ, араласпа. Бірақ кеш болды. Келесі күні Ерлан әдеттегідей жұмысқа кеткендей болды. Алайда түске таман Нұрсұлтан өзі хабарласты. Ерлан маған қоңырау шалды, деді ол салқын дауыспен. Айдананың жүрегі зу етті. Не айтты? Сен туралы сұрады, қызық сұрақтар. Не дедің? Әзірге ештеңе. Әзірге. Осы сөздің өзі қорқынышты еді.
Нұрсұлтан, өтінемін, ештеңе айтпа, бәрін өзім шешемін. Ол аз ғана үнсіз қалды. Айдана, сен әлі де оны қорғайсың ба? Бұл қорғау емес, бұл менің отбасым. Ал сен ше, сені кім қорғайды? Айдана үндемеді. Кешке Ерлан үйге келгенде жүзінде суық тыныштық бар еді. Ашуланған адам емес, шешім қабылдаған адам сияқты. Бүгін досыммен сөйлестім, деді ол тікелей. Айдана демін ішіне тартты. Не туралы? Сен туралы. Үйдің іші тым тар болып кеткендей сезілді. Ол маған бір қызық нәрсе айтты, деді Ерлан баяу. Сен соңғы кезде өте әлсіз көрінесің деп. Бұл сөйлемде жасырын мысқыл бар еді. Ол өз шекарасынан асып кетті, деді Айдана. Жоқ, шекараны сен бұздың, деді Ерлан анық. Бұл бірінші рет ол осылай нақты айтты. Сен менімен емес, онымен сыр бөлісіп жүрсің. Ол сені қорғаштап сөйлейді. Бұл жай достық емес. Айдана сөз таба алмады. Сол сәтте телефон шыр етті. Екеуі де қарады. Нұрсұлтан. Ерлан баяу күліп жіберді. Көтер. Қазір емес. Көтер, деді бұл жолы қаттырақ. Айдана дірілдеген қолмен қоңырауды қабылдады. Иә? Ар жағынан Нұрсұлтанның дауысы естілді. Сен жалғыз емессің. Не болса да мен жаныңдамын. Бұл сөздерді Ерлан да естіді. Айдана телефонды бірден өшірді. Үй ішінде ауыр үнсіздік орнады. Ерлан баяу басын шайқады. Демек бәрі рас. Ештеңе болған жоқ, деді Айдана көзіне жас толып. Болған, сенің ойында, жүрегіңде. Бұл одан да жаман. Осы сөзден кейін ол есікке қарай жүрді. Қайда барасың? Деді Айдана. Ойлануға. Есік жабылды. Айдана жалғыз қалды. Бірақ енді ол шын түсінді. Бұл жай сезім емес. Бұл қақтығыс. Екі еркектің арасындағы емес, араждан мен әлсіздіктің арасындағы. Телефон тағы жанды. Ол сені түсінбейді. Мен түсінемін. Айдана экранға қарап отырып, алғаш рет қорықты. Нұрсұлтан енді жай ғана тыңдаушы емес еді. Ол ашық қарсыласқа айналып бара жатты. Апта аяғы. Айдана жұмысын ерте аяқтап үйге қайтып келе жатқанда күтпеген шақыру келді. Нұрсұлтан. Бүгін сөйлесейік. Тек біз үшеуміз. Айдана жүрегін қатты ұстады. Бұл кездесу қауіпсіз емес екенін біледі. Бірақ бас тарту мүмкін емес сияқты болды. Кездесу үшін таңдаған жері қаладағы тыныш кафенің жеке бөлмесі. Ерлан да шақырылған. Үшеуі үстел басында отыр. Көздері бір-біріне тіке қарады. Бір сәт үнсіздік орнады. Артық сөз жоқ. Тек жүректердің дүрсілі ғана сезілді. Бәрін айт, деді Ерлан жай ғана. Айдана, сен өзің білесің, не болып жатыр? Деді Нұрсұлтан баяу. Айдана демін ішке тартып үнсіз қалды. Сөз табу мүмкін емес. Өйткені бәрі шындыққа жақын, бірақ әлі ештеңе айқын емес. Мен тек қателеспесем болады деп ойладым, деп бастады Айдана. Қателікті білмейсің бе? Деді Ерлан. Көзі күмпескен, бірақ ішкі сезіміне сенімді. Сен оған сеніп қалдың, бірақ мен бар едім, деді Нұрсұлтан. Сендер екеуің де мені шатастырып отырсыңдар, деді Айдана дауысы дірілдеп. Үнсіздік қайта орнады. Үшеуі де бір-бірін өлшеуде. Бір қадам алға басу бәрін өзгертуі мүмкін. Айдана, біз шындықты айтуымыз керек, деді Ерлан. Сол үшін бүгін біз осындамыз, деді Нұрсұлтан. Бір-біріне қараған сәтте бәрі ашық болды. Сенім жоқ, сезім аралас, және бәрі нәзік шекарада тұр. Айдана алғаш рет шын түсінді. Бүгінгі күннің салдары тек бір қате қимылда. Бір қадам бәрін өзгертуі мүмкін. Кездесу тыныш аяқталды. Бірақ үйге қайтқанда Айдананың жүрегі әлі де дүрсілдеп тұрды. Бәрі әлі шешілмеді. Ең ауыр бөлік енді басталды. Кейінгі күн Айдана үшін тіпті ауыр болды. Үйде тыныштық, бірақ ойында дауыл. Ерлан үйде, бірақ бұрынғыдай емес. Ол бір қарапайым сұраққа жауап іздеді. Мен не қалаймын? Телефон тағы да жанды, Нұрсұлтаннан. Бүгін шешім қабылдауға дайынсың ба? Айдана ұзақ қарап отырды. Қолын шайқап, демін ішіне тартты. Таңдау жасау керек еді. Бірінші. Отбасын сақтау. Ерланға шындықты толық айтпау, барлық байланыстарды үзу. Нұрсұлтанмен араны қадағалау. Екінші. Жеке қалауын таңдау. Эмоциямен қалауды тыңдап, Нұрсұлтанмен шын қарым-қатынасты бастау. Отбасын бұзып, өз жолын таңдау. Күн ортасында Ерлан жұмыстан келді. Айдана ішкі дауыстарына қарсы тұрды.
үнсіз отырды. Оның көздерінде жауап жоқ. Айдана, сен не ойлап отырсың? Деді Ерлан. Тек бәрін ойлап отырмын, деп жауап берді ол. Түнгісін Айдана жалғыз бөлмесінде отырды. Телефон қолында, бірақ жазбады. Көз алдына кешегі бетпе-бет кездесу келді. Екі еркектің арасындағы шиеленіс тек оны таңдауына байланысты шешіледі. Ақыры ол жазды. Мен өзіме шын болғым келеді. Хабарлама жіберіліп болған соң, жүрегі бір сәтке тоқтап қалды. Бұл сөз тек Нұрсұлтанға емес, өзіне арналған еді. Бірнеше минут өткен соң, Нұрсұлтан жауап жазды. Мен сені күтемін. Айдана түсінді. Енді жол қайтып болмайды. Отбасы мен қалаудың арасындағы қақтығыс шешілді. Ол өз жүрегін таңдады. Түнде Ерлан оятып алды. Көзінде қорқыныш пен күдік. Айдана, сен маған бәрін айтып отырсың ба? Деді ол. Иә, бірақ бәрін түсінуге әзір бол, деді Айдана. Осы түні оның тағдыры шешілді. Біреу кетеді, біреу жалғыз қалады. Ал біреу өз қалауы мен сезіміне адал. Келесі күн таңғы жарықпен басталды. Үйде тыныштық. Бірақ тыныштық бұрынғы тыныштық емес. Барлық әдеттегі шу, күлкі, әңгіме жоқ. Айдана таңертең жай киініп, бір шешімде келгендей жүрді. Ерлан оның көзіндегі өзгерісті бірден байқады. Айдана, кешке бәрін түсіндім, деді ол баяу. Мен шындықты таңдадым, деді Айдана. Осы сәтте Ерлан үнсіз қалды. Оның қолы аздап дірілдеп тұрды. Сезімдері қақтығыста, бірақ бәрі анық болды. Қазір бәрін өзгерту мүмкін емес. Айдана шешімін нақтылады. Ол өз жүрегін тыңдады. Нұрсұлтанға хабарлама жіберіп, кездесу үшін уақыт белгіледі. Ерлан бір сәтте айқайлап, сұрақ қоямын деп ойлады. Бірақ тек басын шайқап, тынышталып отырды. Оның ішкі сезімі реніш, кінә және жоғалту арасындағы күрес. Күн бойы Айдана Нұрсұлтанмен кездесуге дайындалды. Жүрегінде қорқыныш пен күдік бар еді. Бірақ бұл оның таңдауы. Кешке олар кездесті. Айдана өз қалауымен жүрегін таңдады.